Ассалаумағалейкум. Англияда үлкен саяси өзгеріс болды. Бұл саяси өзгерістің басты ерекшелігі мынау адамзаттың жауы болған қазақты қынадай қырып, бүкіл мұсылман текті халықтарды концлагер түрмеге қамап, енді карантинді ауруды сылтауратып, бәрін жаппай қамап, аштан өлтіріп жатқан Қытай зұлымдарына қарсы бірінші қатаң соққы берді. Бұл Англияда болған ең үлкен өзгеріс. Себебі бұл Англияда таққа шыққан, билікті қолына алған бұл жаңа басшы, бұның бір қызық жері, оның арғы тегі үнділік. Яғни үнді текті халықтың баласы. Түрі де жаңағы кәдімгі қойып шыққан қара шайдай қара қоңыр жігіт. Енді бұл жігіт келе салды да, осы батыс елдерінде өте жаңағы даулы тақырып болып отырған, бұғанға дейін тек Қытайға қарсы осы Трамптың кезінде Америкада қауырт іске асқан, бірақ басқа елдер тым бір жаңа үн қосып кете қоймаған Конфуций институты дегендер бар. Яғни Күңзі институты. Бұл Конфуций шалда кінә жоқ. Ол енді жаңағы 2001 жылдың алдындағы Қытайдың ойшылы, жаңағы философ, мынау Қытай жазуының қалыптасуына да үлес қосты дейді. Жаңағы ақылман, бүкіл Қытайдың ұлттық идеологиясының қалыптасуында орын ерекше адам. Бірақ мынау Қытайдың коммунистері, қызыл сұмырайлар, қызыл шайтандар, бұлар сол Конфуцийдің атын жамылып, Конфуций институты дегенді, яғни толық, енді қазақша тіке өз атымен атағанда Күңзі институты дегендерді жер әлемге құрып, бүкіл жер шарына сол институттарды бір Қытай мәдениетін таныстыру, Қытай тілін үйрету дегенді сылтауратып, өзара студенттер ауыстыру. Сен маған 10 мың студент бер, мен саған 10 мың студент берейін, өзара ілім-білім ауысайық, жаңағы ауыз күйіс болсын дегенді сылтауратып, Қытайлар сөйтіп өзінің шпиондығын, мәдени экспансиясын жасаған болатын. Оны енді жұрттың бәрі біледі. Енді осы жаңағы Конфуций институты дегенді дені мынау Қытайдың 1000 адамдық жоспар деген жоспарына кіріп, бүкіл осы шпиондықпен айналысқанын, бүкіл ғылымды, ілімді, білімді, техниканы, жаңа технологияға, жаңағы ұрлық жасау, жұрттың ғылыми табысын ұрлау, патентін ұрлау дегендерге дейін барғанын бүкіл әлем біледі. Әсіресе Трамптың кезінде оларға қарсы сұмдық сұрап соққы берген болатын. Кейін ол соққы тоқтап қалды. Әттең енді бұлай айтсаң, Тікебай шалдың еңбегі де зор, енді біраз аңғалдау болды, біраз өзі бай миллиардер бала күннен жаңағы әкесі де бай болды, өзі де жаңағы алам деген алды, шағам деген ұшақты тау кесе сүзіп, тас кесе шайнап өскен жігіт болғандан кейін, ол мына Американың глобалистерін, солшыл демократтарды ол ойлады, жеңіл түседі. Сөйсе бұлардың бәрі ұялы қасқыр болып тұр ғой, ұялы қасқыр болып жаңағы жарықтықтың ақ көңілділігін, аңқаулығын пайдаланып, оған бір өте бір бүкіл әлеуметтік желден қуып, отырса опақ, тұрса сопақ қып, жаппаған жаласы, жақпаған күйесі жоқ. Қысқасы шал деген соңында тақтан қуып шықты. Қазірдің өзіне сол шалдың үстінен қылмыстық іс қозғаймыз деп, әлі соттан сот, тыңдаудан тыңдау, өзіменен ғана қоймай, енді балаларына дейін сот қозғап жатыр. Енді жарайды, ол кете берсін. Бірақ сол шал кезінде сол Конфуций институттарын жауып бастаған еді. Енді мына Англияда билікке келген жаңа премьер-министр алдыда тарс еткізіп, Англияда Конфуций институттарын жапты. Енді разы болып кетесін де тура. Өз басым, мен ол Күңзіні жақсы білем, оның сөздерін білем, мен оның бүкіл жазған осы уақытқа дейінгі бүкіл нәрсесін оқып қойғам, бәленбай мақалын жатқа айтып берем, мысалы, соның сөзі деген. Бірақ енді бұның пайдаланып отырған коммунистер ғой, Қытай коммунистер. Олар оны кәдімгідей саяси мақсат қылады. Болмаса Маудың кезінде оны деген жаңағы сынның астына алып, оның шығармаларын өртеп, оның атындағы ғибадатханалардың бәрін шағып, тасталқаны шығарғанын, тіпті оны жаңағы улы, зиянды зат деп жариялағанын бәрі біледі. Енді аяқ астынан мына халықараға мына мәдени, әдеби интеграция дегенді сылтауратып, сол арқылы өздерінің экспансиясын жасамақ болғанын енді жұрттың бірі білсе, бірі білмейді. Біз
қазақты Қытай экспансиясына қарсы ояттық қой. Енді біз Американы оятудамыз. Қазір мына жалпы осы батыс медиасында Қытайдың қауіптілігі туралы дабыл қағып жүрміз. Саясаткерлермен кездесуде, жүздесуде, сөйлесуде осы мәселені көп айтып жатырмыз. Енді менің айтайын дегенім, алдыңғы жол ғана біреу 44 күн, 45 күн ғана премьер-министр болған әйел неге қызметтен кетті? Көп жұрт біле бермейді. Ол қатын былай қарасаң аузында Қытайға қарсы болғанмен, аузында ойбай Қытайды қырайық жояйық дегенмен, анығында ол Қытаймен бәленбай келісім шартқа отырып тастаған болып тұр ғой. Қысқасы Қытайдың экономикалық финанстық экспансиясына жол ашып қойған. Енді мынаның келгені қысқасы шынында жүректі сүйіндіретін бір жағымды, жақсы жаңалық болып отыр. Енді өз басым бұған қатты разы болып отыр. Ал білесіздер, Англияда Борис Джонсонның кезінде осы Украинаны қолдаған ең мықты Еуропа елі Англия болды. Бір Америкадан кейінгі. Және Борис Джонсон Путинға атом сенде ғана бар емес, бізде де атом қаруы бар деп өте қатаң мәлімдеме жасаумен қалған. Енді Борис Джонсон жай бір ұсақ қателігінен кетті ғой. Мысалы, 2 рет жиналыс өткізбе десе, үйінде жиналыс өткізіп, соныменен бұл анау мынау ақ көк деп оның да артынан ит қосып қуып тақтан кетірді. Бірақ енді ол НАТО-ның әскери басшысы болуы мүмкін, НАТО-да лауазымды қызметке отыруы мүмкін деген әңгімелер тарап жатыр. Мейлі қалай болмасын, ол енді өте мықты адам. Бірақ Англиядағы саясаттағы осындай өзгеріс шынында жүректі сүйіндіретін бір жақсы нәрсе. Ал Ресей мен Қытай енді Америкаға қалай жағамыз деп естері кетіп жатыр. Олар құтырған адам құсап, жын қуған адам құтырып, еліріп, сөйтіп, өздерін бір керемет құдіретті сезініп, сөйтіп кетіп еді ғой. Енді олар қайтсек осы батысқа жағамыз деп, Қытай аяқ астынан Америкамен жақсы қарым-қатынас боламыз деген әңгімені айтып. Енді қысқасы, бұлар өздерінің үлкен орны толмас қателік өткізгендерін енді кеш болса да біліп жатыр. Бірақ ештен кеш жақсы. Қалай болмасын, атомдық соғыс ашып, немесе тағы да бәле миллиондаған бейуаз халықты отқа орап, ажал отын шашқаннан бұл сұмырайлардың естерін жиған әлде қайда дұрыс. Бірақ қазір енді Америка тарапынан оларменен ымыраласатындай бір мүмкіндік жоқ шамасы. Жоқ, шынында да жоқ. Бірақ қазір Қытай тарапынан айтқанда, Қытай үлкен сұмдықты бастап кетті. Ол Қытай туралы мен бір қалаға барғанда асықпай отырып, өзім асықпай отырып бір лекциямды айтам. Олар шын мәнінде бір үлкен бүлікті бастап кетті. Енді ол бүліктері немен аяқтайды? Мына дрон ұшып жүр ғой. Қараңыздар, дрон ұшып жүр. Елдің баласы дрон ұшып жүр. Ал Қытай туралы асықпай айтам дедім. Бүгінгі жағымды жаңалығымыз осы. Аман сау болыңыздар. Енді менде мынау табиғаттан бақырман бол, абайша айтқанда. Ләззат ал, мынау кең дүние, кең даламды көріп, рахаттанайын. Аман сау болыңыздар. Нью-Джерси штатындағы Аюлы тауынан баршадарыңызға сәлем беріп, Серікжан Біляшұлы. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Қалың елім қазағыма жақсылық болсын. Шынымен де бізге үлкен бір жақсылық келе жатыр. Жаратушы әділетті ғой. Жаратушы енді тарихтар бойы орыс пен Қытайдың тепкісін көрген, қынадай қырылып келген, көгермей, көктей алмай, қыршыннан қиылған сол қазақтың боздақтарының өмірінің құрметіне енді бізге бір жақсылықты несіп қылатын сияқты. Себебі біздің ата жауларымыз қазір үлкен тығырыққа тіреліп тұр. Енді осыдан оңбай кетсе екен дейміз. Орыс 30-ға, Қытай 40-қа бөлініп, жіктеліп, шаңырақтары шайқалып, шаңырағы күл талқан болып, орны толмастай, ешқашан қалпына келместей болып тасталқан болса екен деп тілейік. Ал орыс пен Қытай ойран болған күні, ата жауларымыз ойран болған күні,
бізде мына орыстың құлы, Қытайдың құлы болған, орыс құл, Қытай құл мына билікті тасталқан қыламыз. Иә, қаңтарда армия қаруын тастап халық жаққа өткен болатын. Дәлел ма? Дәлел. Қаңтарда полицейдің өзі қазақтың бейуаз бұқарасына қарап оқ атпаймыз деп ашық жаңағы көзқарастарын білдірген. Дәлел ма? Дәлел. Қазақтың қарапайым азаматтары ешқашан өзінің халқына қаратып оқта атпайды. Мәселе соны қаңтарда қанды қырғынды жаңағы қанды жаныштаған ол зұлым Путин. Енді ертең Путин құласа, Қытай құласа, Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Сол жақсы заманда бәріміз жүздесейік, амандықпен жүздесейік. Орыс Қытай құлаған күні мынау сұмырайларды, зұлымдарды өзіміз ақ құрта саламыз ғой. Аман болыңыздар.